50 миллиондық аудиторияны қамту үшін радиоға 30, теледидарға 13 жыл қажет болды, ал интернетке 4 жыл жетті. Цифрлы технология өмір сапасын арттырды, экстремизм вирусында күшейтті. Бұған халықаралық террорлық топтардың тұзағына түскен жастардың 80%-ның интернет арқылы арбалғаны дәлел. Дінге деген қызығушылық пайда болды, ізденді. Интернеттен ашып іздендім, ютубтан. Өзбекстанның молдаларын тыңдағанда, ішінен Абдуллах Зуфар дегенде шықты. Зофир Гафоров. Лақап аты Абдуллах Зуфар. Өзбекстандық Абдуллах Зуфар өз елінде экстремист деп танылды. Ішкі істер министрлігі оны терроризмді насихаттап, жамағат арасына жік салды деп айыптады. Жастарды шатақ шариғатқа байлап берген жалған уағызшылардың тізіміне қосты. Қазір ол іздеуде. Шахрух Өзбекстан Республикасымен шекаралас оңтүстік өңірде дүниеге келді. Үйленген 3 баласы бар. Дінге қызығып, нойыстықты насихаттайтын жалған шейхтардың экстремистік сайттарын оқиды, сол зақарды санасына тоқиды. Аз уақытта өзі де таныстарына терроризмді насихаттап, соғысқа үндейтін материалдар таратқан. Өзбекстанның молдаларын тыңдағанда, ішінен Абдуллах Зуфар дегенде шықты. Онда уағыздарын тыңдадым. Қару алып, Аллах жолында соғысқа шыққандар, соғысқа шығып, өлген адамды шахид деп айтатын. Сол мағынасын келтіріп беретін туғанда. Радикал топтар көбінесе өздеріне адамдарды алу тарту үшін маркетинг әдістерін қолданады. Өмірден түңілген аккаунттар болды. Болмаса бір статустар болады, өмірден түңілген. Мысалы, солар бірінші ілінетті қармаққа. Бірінші жаршылық қорытындысы бойынша 80 мыңға жуық деструктивті радикалды материалдар жойылды, және 301 материал бұғатталды. Мұсылман біз деп ұрандатқандардың бейбітшілікке шақыратын дінді бұрмалап, қанға малынған қолымен мұсылман елін тас-талқан етулері ақылға сыймайды. Әлемнің 40-тан астам елінде өмір сүретін 1 миллиардтан астам мұсылман террористік ұйымдардың идеологиясын құптамайды. Оларды діндар емес, қару асынған қарақшылар деп қабылдайды. Соған қарамастан кейбір алпауыттар қылмысты дінге теліп әлек. Ресейге қатысты сайттар болатын болса, олар бұғату жеңілдеу. Ал жаңағыдай халықаралық контенттегі өзіңіз айтқандағыдай әлеуметтік желілер бұғату шын өте үлкен күрделі процесс. Ол уақыт алады. Сондықтан әзірше олардың уағыздары шыны керек интернет желілерінде бар. Сол үшін айтамыз ғой, біз жаңағыдай адамдар, жастар дін үйренетін кезде абай болсын, сақтансын. Интернеттегі үгіт насихат бірнеше кезеңнен тұрады. Топ құрылып, алғашында еркін атмосфера қалыптасады. Діни және саяси тақырыптарда әңгіме өрбейді. Әккі уағызшылар елдегі жағдайды салыстыра келе, жастарды 5 терминмен тығырыққа тірейді. Олар таухид, тәкбір, хижрет, жамағат, жихад. Оңалту жұмысы деген негізінде өте ауыр процесс қой енді. Ол жерде адамның психологиясымен жұмыс жасау, адамның сенімімен, ішкі жан дүниесімен жұмыс жасау. Белгілі бір алгоритм жоқ. Әр теологтың өзінің әр адамға жеке қоятын несі болады. Шахрухпен де теологтар жұмыс істеуде. Әзірге мүгедек санасы сауықты деп ешкім қорытынды бермей отыр. Менің осы адасуыма сол Зуфардың қатысуы бар деп ойлаймын. Олар тыңдап, теріс бағыт екенімді түсініп жеттім қазір. Адастыру үшін. Ұстаз боламайды, өйткені олар бізге Құраннан ілім бере алмайды. Өйткені ол интернетте сөйлейді, уағыз айтады олар. Негізі мешіттерге барып имамдардан ілім алу керек екен. Бүгінде интернет шетелдегі қарулы шиеленісті насихаттап, жат жердегі соғысқа шақыратын теріс идеологияның алаңы боп тұр. Ал Шахрух сияқты адасқандар соғыс отын көсейтін көсемнің қолындағы
көсеу ғана.